Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүйкімді төрт бұрышты қытырлақ конвертик дайындаймыз. Конвертикті дайындамас бұрын менің каналыма қош келдіңіздер. Және де каналыма жазылып кетіңіздер. Өздеріңіздің сүйікті комментарияларыңызды жаза отырып, әдемі лайктарыңызды басып өтіңіздер. Сүйікті төрт бұрышты конвертикті дайындау үшін бізге жылы сүт қажет. Және де бір жұмыртқа қажет. Құм шекер қажет. Тұз қажет. Және келесі кезекте бізге күнбағыс майы қажет. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және де ұнды қосамыз. Қажеттілігіне байланысты ұнды қосамыз. Қамырымыздың біркелкі әдемі шығуын қараймыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды дайындап болғаннан кейін бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі қамыр шықты. Енді келесі кезекте бізде осы төрт бұрышты конвертиктің салмасына салатын картошкадан және қуырылған пияздан дайындалған тұзды қоса отырып, осындай салмасын дайындаймыз. Алдын ала картошканы пісіріп, пиязды қуырып алып, осылай араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Келесі кезекте дайын болған қамырымызды жаямыз. Жаю барысында байқап отырсаңыздар, біркелкі әдемі етіп жаю керек. Біз қатты жұқа емес, қатты қалың емес, біркелкі қылып жаямыз. Және осы жайылған қамырымызды бірдей көлемде төрт бұрышты етіп бөлеміз. Бірдей қылып бөліп қамырымызды дайындаймыз. Яғни бұл жерде көлемі бірдей болу қажет. Сүйкімді конвертигімізді дайындау барысында барлығының көлемі бірдей болуы қажет. Дайын болған қамырымызды жайып, үстіне салмасын дайындап, конвертигімізді түйеміз.
төрт бұрышты конвертигімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай әрқайсысын түйіп шығамыз. Салмасын салып, төрт шетінен осылай түйеміз. Сонда конвертигіміз бірдей әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай түйу процесі. Осы конвертигімізді түйіп жатқан барысында біз майымызды қыздырып қойсақ болады. Дайын болған конвертиктерімізді қызып тұрған майға жақсылап тұрып қуырып аламыз. Майға екі шетінен әдемелеп қуырамыз. Видеода байқап отырсаңыздар, майымыз қызып тұр, иә? Енді екі шетінен қуырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай қатпарлы, қытырлақ әдемі болып пісіп жатыр. Біздің сүйкімді конвертиктеріміз дайын. Міне, бұл конвертиктерімізді қонақ келгенде қойсақ болады, үйдегі балдарымызға істеп берсек болады. Тойымды әрі дәмді қатпарлы, қытырлақ конвертигіміз дайын. Тағы да бір айта кететін, каналыма жазылып қойыңыздар. Өздеріңіздің әдемі комментарияларыңызды жаза отырыңыздар, және де лайктарыңызды басып өтіңіздер. Бүгінгі дайындаған осындай төрт бұрышты қытырлақ конвертигіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, және де үйімізден осындай нан үзілмесін, берекелі, мерекелі, молшылық дастархандарымыз көп болсын. Бүгінгі конвертиктеріміз дайын. Тамашалағандарыңызға рахмет. Өздеріңіздің комментарий мен лайктарыңызды жазып, каналыма жазылып қойыңыздар.